өлшемі болады. Соның өлшемін анықтау үшін мен сіздерге тест беремін. Бүгінгі өткізіп жатқан семинарларымыз өте жоғары деңгейде өтті. Тіпті өткізіп жатқан әріптестеріміздің өзінің түрі жылы, эмоционалдық атмосфераны өздері түрмен қарап, осы сондай жақсы қарым-қатынаста болдық бір-бірімізбен. Жай теориядан қарағанда практика жүзінде көрсеттік, балалармен қалай жұмыс жасау керек екеніміз. Теорияда айта келгеннен қарағанда өзімен қолмен жасап көргеніміз өте жақсы, тиімді болды. Мен өзім таңғалдым, саусақпен жасағанның өзі сондай бір ұтымды шыққан не болды. Енді бар әдіс тәсілдерді, топпен жұмысты бәрін қалай жұмыс жасау керек екенін өте көп мәлімет алдық. Енді қанша жұмыс жасасақ та бәрібір білмейтініміз көп. Осы сияқты семинарлардан өзіміз көп алатынымыз көп екен. Көбіне семинардан көп өзімізге қоржынымызды толтырып қайтсақ деп айтуға болады. Енді көп рахмет сіздерге Рахмет. Үшінші мектептің ұстаздары, үшінші мектептің ұстаздарына үлкен рахметімді айтамын. Былтырғы жылдар үлкен семинарда болған сіздерде. Ылғай осылай емен жатқан ақ көңілдеріңізді білдіріп жатасыздар. Бейіліне қарай береді дейді ғой адамдар. Жалпы ұстаз болғаннан кейін, мұғалім болғаннан кейін осы өзімнің 30 жыл еңбегімде тек қана балалармен ғана жұмыс жасаппын. Сіздердің бүгінгі жасап жатқан жұмыстарыңызға алдағы уақытта тек қана жоғары жетістіктер тілеймін. Адам өзі жалпы мұғалімге бір сабақ өткізіп шығу деген өзінің сынып қарқып үлкен жұмыс. Ал сіздерге бүгінгі қаншама адамға жасап жатқан еңбектеріңіз ары қарай жалғасын таба берсін. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Тек қана жетістік. Рахмет.